Осы қылмыскерлер алдын ала осы жасөспірімдерді дайындық барысы өткізеді. Ол ағылшын тілінен айтқанда груминг деп аталады. Ол баламен тығыз қарым-қатынасқа барып, онымен әңгімелесіп, оның қандай қажеттіліктері барын анықтайды, оған қандай да бір сый-сияпаттар алады, онымен серуендеп, онымен көп уақытын өткізіп, ол алдын ала осы дайындалу әрекеттер жүргізіледі. Бала оған сеніп, онымен сол өзіне жақын тартады, сол уақытта осындай арам әрекеттерін іске асырады. Сол себепті ата-анаға қарабынан баламен ашық сөйлесіп, балаға қандай жағдайларда өзін жол бермеуге бәрін түсіндіру керек. Баланың өзінің ата-анасымен, әке-шешесімен ғана бір жақын араласатын, мысалы анасы ұстай алатын жерлері болады. Басқа адамдарға оларға қандай да бір жақындауға тыйым салу керек, балаға соны түсіндіру керек. Жағдайда бірден әке-шешесіне олар болмаған жағдайда басқа да маңайдағы адамдардан көмек сұраудан ұялмау керек. Соның бәрін балаларға түсіндіріп отыру керек. Көп жағдайда сол өзі туыстардың арасында болғандықтан ол айтылмай қалуы да мүмкін. Кейбір қылмыстар көп уақыт өткеннен кейін анықталып жатады. Оның барлығы сол қылмысты әшкерелеуге кері әсерін тигізеді.